бір апалы сіңлілі 3 қыз өмір сүреді. Оның біріншісі сондай жалқау, ештеңе істегісі келмейді, тек қана қызық қуып сөйтіп жүретін қыз болады да. Екіншісі бір сондай бір злой, бір ашушаң сондай қыз болады. Кез келген адаммен ұрыса беретін сондай болады да. Ал үшіншісі өзі ақылды, өзі әдемі, қолынан келмейтіні жоқ, бір қолы шаруа сондай қыз болады. Сөйтіп сол үйде өмір сүріп жатады. Бір күні бір сыртқа бір карета келіп тоқтайды. Бұл кім болды екен деп үшеуі сыртқа шығып қараса, бір егде жастағы бір апа отырады да. Сіз кімсіз деп сұрайды. Мен тағдырмын дейді, судьбамын дейді. Сендерді күйеуге беретін уақыт болды дейді. Отырыңдар, мен сендерді күйеуге беремін дейді. Сөйтіп үшеуін салып алады да, бір ауылдың тұсына келеді. Бір ауылдың тұсына келсе, бір шаруа жігіт егінде жаңағыдай жұмыс жасап жүр екен, бір шабындықта. Ана жігіттің қолынан келмейтін жоқ, сондай шебер екен. Любой сынған нәрсені оңдап жібереді, любой стройканы жасап жібереді, сондай бір мықты жігіт болады да. Ана бірінші жалқаузға айтады, мынау сенің күйеуің болады дейді, оны сол жерге тастап кетеді. Сосын дәлше жүре береді, тағы да бір ауылдың шетіне келеді. Ана ауылдың шетіне келсе, ол ауылда да бір жігіт бар екен. Жаңағыдай өте мейірімді, қайырымды, адамдарға бір болсын деп тұратын, жақсылық жасағысы келіп тұратын сондай бір жігіт болады да, ешкімнің көңілін қайтармайтын сондай. Сол жігітке ана екінші злой қызды, мынау сенің күйеуің болады деп, оны да тастап кетеді. Сөйтіп бір үшінші ауылдың тұсына келеді. Үшінші ауылдың тұсына келсе, бір шетте бір мыжырайған, бір құлап қалайын тұрған бір үй болады да, қасында бір мас жігіт жатады. Мынау сенің күйеуің болады деп жаңағы кіші қызға айтады. Сол кезде кіші қыз айтады, ой, мына жігіт маған не керек? Сіз ғой ана менің апаларыма бір керемет сондай бір жігіттер тауып бердің. Неужели маған да бір сондай жігіт жоқ деп сұрайды да. Сол кезде тағдыр айтады, негізі бар дейді. Бірақ та егер мынаған сен күйеуге шықпайтын болсаң, мына жігіт құрып кетеді дейді. Бұл нені білдіреді? Сонда адамдар бір-бірінің кемшілігін толықтыру үшін жаңағыдай екі жарты бір бүтін деген сияқты өстіп осылай қосылады екен ғой негізі. Қалай ойлайсыздар? Комментарий жазып кетіңдер, ал кімнің не ойлайтынын көрейік.